Қытай қысымы қашанға дейін жалғасады? Менімше, Қытай қысымының ақырласуына көп уақыт қалған жоқ. Қытайдағы қандастарымыздың мына жарқын заманда демократия дамып, адамзат идеясы азат болған бүгінгі күнде күні толып, шіріктескен қалдық қазыл биліктен қысым көріп жатқан тұтас дүниенің назарында. Қытайлар енді не қылмақшы деген сұрақ көптің көңілінде тұрғалы да көп болды. Зор қазақшылыққа қарсы тұру екі ірі империяның бізге ұстанған идеясы екені анық. Орыс пен Қытай ұзақ жылдардан бері өзара бірлесіп ұлтымызды үшке бөліп, көмген жыландай күйге түсірді. Соның нәтижесінде тұтас тұлғамызды бөлшектеп, санымызды азайтып, сапамызды өзгертіп, ақырында жойып жіберуді ерте көздеген. Оны бүгінгі күні Қытай ғана ойлап отырған мәселе емес. Қайта оның тамыры тереңде жатыр. Міне содан ғасырлық қуғын мен сүргінді бастан кешіп, басымыз әлі қосыла алмай келе жатпаймыз ба? Қанпезер Орыс империясының кезінде бірқанша халықтарды жойып кеткені тарихтан белгілі. Қазақты ойсырата қырғындап жоюға айналғанда, құтты таң атып кетіп, ұрлығы ашылып қалудан алаң болған ұрыдай күйге түсті. Тұтас жер шарына адамдық құқықтың ақ таңы атты. Сол таң сәулесі кеңестер одағын құлатып кетті. Енді жер бетінде жетім қалған Қытайдың қызыл билігі өз үстемдігін түрлі тәсілдермен сақтап қалуға әрине күш салады. Бірақ адамдық құқықтық ақ сәулесі Қытайлың ішінде де жарығын түсіріп, түрлі жіктермен саяси ағым қалыптасып үлгерді. Мына жарық заманда бейуазардың қанына нан матырып жегісі келмейтін алғабасар жас буын Қытайлар өте көп екенін көріп отырмыз. Бұл енді қалған Қытай билігінің өлер жері осы екені өте анық. Қытайдағы қандастарымыздың қысымға ұшырауына басты себебі не? Егер Қытайдың қолында бұрынғыдай мүмкіндік болса, еш уақытта қандастарымызды тарихи отанына жібермеген болар еді. Зор қазақшыл ел құрып шығуымызды барынша тосқан болар еді. Ең үлкен сенімді серігі кеңестер одағы құлап, жетім қалып, іші іріп шіріктік қанына өтіп, халықаралық сыртқы қысым күн сайын күшейіп келе жатқан бүгінгі күнде енді аталмыш зор қазақшылыққа қарсы тұру Қытай билігінің қолынан келмейді. Бірақ армандайды әрине. Қазіргі жағдайда ұйғырлар мәселесі, Тибеттер мәселесі дүниенің назарын аударып, халықаралық ұйымдар қатты наразылық білдіріп отырған осы қыл кезеңде Қазақстанмен арадағы жаңа қайшылықты болдырмауға сөзсіз күш салады. Қазақстан саяси өрісі тарылған Қытай елінің сыңар аяқтап жүретін бірден бір сауда жолы, оны үзіп алса экономикалық қыспақта қалары даусыз. Қазақтармен болған қайшылық сөзсіз түрде ұйғырлар мәселесіне кері тәсір көрсетеді. Оны біледі, дүниенің биігінен тұрып әлемге көз салған ши сайқал ерте ме, кеш пе ұйғырлардың тәуелсіздік аларына көзі әбден жетеді. Соңғы жылы Шинжаң мәселесі туралы айтқан мына тұжырымына қараңыз. Бұл Шинжаңды ұзақ ашамыз деген сөз. Енді қайталай назар салсақ, біз Шинжаңды шамамыз келгенше ұзақ уақыт ашамыз деген сөз екені түсінікті. Оның үстіне өздері сенетін жемтіктес қанпезер серігі орыстарды 5 миллион шешенді қырғындап бағындыра алмағанда 30 миллионнан асқан ұйғырларға еш уақытта шамасы келмейтінін біліп, мүмкіндігіміздің барынша Шинжаңды ұзақ мезгіл ашуға тырысамыз деген болжамға амалсыз келген. Жер бетіндегі адам біткенді алдаған коммунизм атты жалғанда ескі бетперденің даласында жалғасты тығылып тұра бере алмайтынын Қытай билігі білмей ме? Әбден біледі. Уақыты жетіп тұрғанында толық түсініп отыр олар. Келер ұрпақ Қытайлардың қамында ойлайды әрине. Қарғаның көзін қарға шоқымайды. Кеңестер одағының жолымен жүріп, құлаған күнде де құрдымға кетпеудің жолын іздестіріп жатқаны шүбәсіз.
Сол жолдың бірі бізден қалған жоңғар ойпатын Қытай баласының мәңгілік мекеніне айналдыру екені даусыз. Ұйғырлар тәуелсіздік алар болса, ең алдымен солтүстік Шинжаңға таласа кетеді. Ал Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері есікті 26 жыл ашып қойған Қытай билігі зор қазақшылыққа қарсы тұруды ұмытып қалды ма? Олай емес. Олар тарихтың мына тұсында жетім қолымменен қазақты бағындыру қиын екенін ерте сезген. Армандағанмен дәрмені келмесін біліп, басқа жол іздеді. Әлі іздеуде. Бүгінге келгенде қазақтарды қайта қыса қалуының себебі де осыда. Мақсаты өте айқын. Бір оқпен екі қояны ату. Коммунистік партия ұйғырға ғана емес, барлығына тең мәміле қолданып жатыпты деген халықаралық ұғым қалыптастыру. Бұл бірінші қоян болса, екінші атар қояны атамекеніміз деп алаңсыз жатып алған қандастарымызды үркітіп қуып шығу. Жерді кейінге Қытай ұрпағына талассыз оңаша қалдыру. 26 жылдан бері Қытай қазақтарының жеті атамның басы көмілген жеріміз деп алаңсыз жатуы арамза биліктің алаңдатты. Қолынан келмейтін зор қазақшылықты жайына қалтырып, күні таяп келең жатқан зобалаңнан бұрын өлместің қамын жасауды ойлады. Ал бізді жерімізден қалай қуып шығады? Дәл осылай. Дінімізге, тілімізге, қызымызға тиіседі. Шошқаның етін жегізеді. Ол жердегі отандық рухы өлген, ұлттық намысы өшкен исламас қазақтардың алтын өлтіріп, артын қинамайынша оңайлықпен жер аудара алмасын қуқытайлар зерттеп көрді. Осылай қылқым ойынға қылбырауды салып, жаны мұрынның ұшына келген кезде, және бір сылтауымен есікті ашып, енді кетіп алыңдар деуі тұрған сөз. Бірақ сонда да бір бөлім қандастарымыздың өз еркімен Қытай болуды таңдап, сол жақта қалып қоярын көзім жетеді. Оған амал да жоқ. Қытайға ол кезде өкпеде арта алмассың. Менімше, алдыда қандастарымызға бір орайдың келе жатқаны анық. Бұл да тәуелсіз отанымыздың болғандығынан келгелі тұрған жақсы орай. Қытайдағы қандастарымыз осы орайдың қадіріне жетсе екен деп тілейміз. 25 сәуір 2018 жыл. Астана